Қазақстанда автогаз қымбаттап жатыр. Сұйытылған газдың құны 100 теңгеден асты. Елдегі бағаның орташа өсімі 20,2%-ті құрап отыр. Енді Астана мен Алматыда автогаздың 1 литр үшін 102 теңге төлеуге тура келеді. Бұрын бұл баға 82-89 теңге шамасында болған. Өңірлердегі жағдай да мәз емес. Ақтөбе, Атырауда 59 теңгеден 77 теңгеге, Ақмола, Алматы облыстарында 84-89 теңгеден 102 теңгеге. Шығыс Қазақстан, Қостанай, Қарағанды, Жетісу, Ұлытау, Абай облыстарында 84 теңгеден 102 теңгеге. Жамбыл облысында 78 теңгеден 90 теңгеге, Батыс Қазақстанда 70 теңгеден 77 теңгеге, Қызылордада 70 теңгеден 90 теңгеге өскен. Осыған дейін энергетика министрі Алмасадам Сәтқалиев газ нарығы шығынға батты. Ішкі нарыққа газ жеткізу Қазақгаз үшін тиімсіз деп мәлімдеп, газ бағасының бірте-бірте өсетінін айтқан. Бұған қоса министр бензиннің 210 теңгеге дейін қымбаттау мүмкін екенін жеткізген.